Сәлем достар, бұл видеода сізді күрделі жұмбақтар күтеді. Олардың кейбіреуі қарапайым болып көрінуі мүмкін. Алайда жауап беруге асықпаңыз. Сұрақтарды дұрыстап, асықпай бабына келіп ойланыңыз. Себебі сұрақтардың жауабы сіз ойлағандай бола бермейді. Дәстүр бойынша қанша сұраққа жауап бергеніңізді пікірге қалдырыңыз. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Номер 1. Бір күні қалада үлкен қылмыс жасалды. Біреу түнде банк ғимаратына кіріп, компьютерден бірнеше мың клиенттің деректерін көшірді. Тәжірибелі детектив бұл қылмысты тек бір адам жасай алатынын білді. Полиция Марияның пәтеріне тінту үшін ордермен келді. Ол есікті ашып, полицейлерді көре салысымен есікті тарс жапты. Бірнеше минуттан кейін полиция есікті сындырып пәтерге кірді. Бірақ айналасын бәрін қараса да, олар ұрланған мәліметі бар флеш-дискіні таппады. Алайда тәжірибелі детектив ойлана келе флешкіні қайда жасырылғанын білді. Мария флешкіні қайда жасырды? Дұрыс жауабы. Детективтің байқағаны, Мария есікті бірінші ашқанда, оның шашы бос болғанын байқады. Алайда полиция есікті сындырған кезде, оның шаш үлгісінің өзгергенін байқады. Сондықтан детектив Мария флеш-дискіні шашына жасырғанын түсінді. Егер дұрыс жауап берсең, лайк басып, әрі қарай жалғастырайық. Номер 2 сұрақ. Енді өте қиындау сұрақ болады, сондықтан дайын болыңыз. Фермер жұмысшыны жалдады. Оған құдық қазғаны үшін әр күні еңбек ақысын алтынмен беретін болып уәде берді. Қызметкер дәл 7 күн жұмыс жасайды, бірақ фермерде мәселе пайда болды. Оның тек бір үлкен алтын құймасы бар еді. Ол құйманы кесейін десе, 2 рет-ақ кесе алады. Фермер қызметкерге әр күн құйманың 7 бөлігін қалай бөліп береді? Дұрыс жауабы. Бұл сұрақта логиканы мұқият пайдалану керек. Ең алдымен құйманы 3 бөлікке, 7-нің 1 бөлігіне, 7-нің 2 бөлігіне, 7-нің 4 бөлігіне бөліп аламыз. Содан кейін олардың көмегімен күн сайын қызметкерге логиканың әдісімен бөліктерді беретін боламыз. Бірінші күні құйманың 7-ден 1 бөлігін береміз. Екінші күні қызметкерге екінші бөлікті беріп, одан бірінші бөлікті аламыз. Үшінші күні тағы бірінші бөлікті береміз. Төртінші күні үшінші бөлікті беріп, 2 бөлікті өзімізге аламыз. Бесінші күні қайтадан қызметкерге бірінші бөлікті береміз. Алтыншы күні екінші бөлікті беріп, бірінші бөлікті қайтарып аламыз. Жетінші күні бірінші бөлікті береміз. Осылайша фермер шарттың барлық талаптарын орындайды. Номер 3 сұрақ. Айлагер қарақшы патша кемелерін ұзақ уақыт бойы көптеген тонау жасады. Оны ешкім ұстай алмады. Бір күні патша сарбаздары қарақшыларды ұстап алды. Патша оны атып тастайтын болып шешті. Алайда айлагер қарақшы патшаға келісім ұсынды. Ол әскерлердің орнын өзі басқаратын айтты. Егер кенеттен сарбаздар мұны істей алмаса, онда патша оны жіберуге мәжбүр болады. Патша келісті. Соңында қарақшы бостандыққа шықты. Ол мұны қалай жасады? Дұрыс жауабы. Қарақшы өзінің айла малымен танымал болғаны бекер емес. Ол барлық сарбаздарды жинап, оларды шеңберге қойып, өзі осы шеңбердің ортасында тұрды. Сарбаздар от шашуды бұйырған кезде, ешкім оны істеуге батылы жетпеді. Өйткені қарама-қарсы тұрған солдаттар бір-бірін жаралауы, өлтіруі мүмкін. Номер 4 сұрақ. Эмоциялық сұрақ. Қандай қаһарман екенін тап.
Видеоның соңына да келіп қалдық. Видеоны лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Сіздермен бірге біз, бәрі бар арнасы.